Эмиль Золяның «Мен айыптаймын» атты мақаласы сөз құдіретін қалай көрсетеді? Эмиль Золяның «Мен айыптаймын» мақаласы адамзат тарихындағы ең әсерлі қоғамдық публицистикалық еңбектердің бірі. Бұл мақала 1898 жылы 13 қаңтарда француздың Таң атты газетінде жарияланды және бүкіл Францияны дүр сілкіндірді. Эмиль Золяның бұл мақаласы Дрейфус ісіне байланысты жазылған. Бұл 1894 жылы Францияда болған әділетсіз сот ісі. Альфред Дрейфус еврей ұлтынан шыққан француз армиясының офицері. Оны Германия пайдасына тыңшылық жасады деп жалған айыптап, өмір бойына айдауылға жібереді. Кейінірек нақты тыңшының басқа адам екені анықталса да, әскери сот пен үкімет армия мен мемлекеттің беделіне нұқсан келтіреді деп бұл қателікті түзегісі келмеді. Бұл айыптаудың астарында әскери басшылықтың қасақана қателігі, антисемитизм, мемлекеттің бейтараптылықты сақтай алмауы, сот жүйесінің әділетсіздігі жатты. «Мен айыптаймын» ашық хат түрінде тікелей Франция президентіне жолдай отырып, бірнеше лауазымды тұлғаларды ат жөнімен атап, оларды әділетсіздік пен шындықты жасыруда айыптайды. «Мен айыптаймын» атты мақалада Золя шындықты ашық айтып, әскери басшылықты, үкімет мүшелерін, әділет жүйесін айыптайды. «Мен генералды айыптаймын. Мен сотты айыптаймын. Мен үкіметті айыптаймын» деп, әрбір жауапты тұлғаны атымен атап, ашық жариялайды. Золаның бұл мақаласы жарияланғаннан кейін, бүкіл Францияда үлкен қоғамдық резонанс туды. Халық екіге бөлінді, бірі Золяны жақтады, енді бірі қарсы шықты. Бірақ сол пікірталастың нәтижесінде Дрейфустың ісі қайта қаралып, ақыры ол ақталып шықты. Зола бұл мақаласы арқылы өзінің азаматтық ұстанымын, адамгершілік биігін көрсетті. Золя өзінің мансабын, беделін, тіпті бостандығын тәуекелге тікті. Ол бұл мақала үшін жала жапты деген айыппен сотталып, уақытша Англияға эмиграцияға кетуге мәжбүр болды. Бірақ бұл әрекеті оның азаматтық батыр ретіндегі бейнесін нығайтты. Золяның «Мен айыптаймын» мақаласы сөздің рухани, қоғамдық және саяси күшін дәлелдейтін айрықша туынды. Сондықтан, бұл еңбек Францияда тек бір тарихи кезеңнің шежіресі емес, мәңгілік үндеу, сөз құдіретінің символы саналады.